Құрметті қазақстандықтар, баршаңызды Қостанай облысының Қазақстан халқы ассамблеясының атынан, ғылыми-сараптамалық тобының атынан тәуелсіз күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы жылдардың ішінде еліміз көптеген нәтижелерге, жетістіктерге ие болды. Мемлекетіміз халықаралық деңгейде қазіргі уақытта белгілі, танымал, сонымен қатар мықты мемлекет ретінде белгілі. Барлық халықтар қазіргі уақытта өзінің әлеуметтік беделіне, өзінің құқық дәрежесіне, ұлтына, жынысына қарамай, барлық мүмкіндіктерге ие. Басқа айтқанда, әр адам, әр тұлға, әр азамат пен азаматшы қазіргі уақытта өз тағдырын шешуде. Менің ойымша, біз тек қана мемлекетке қарамай, біріншіден өзімізден бастайық. Және де өз үлесімізді қоғамның да, еліміздің де дамуына зор қосайық. Құрметті қазақстандықтар, баршаңызды осы маңызды мемлекеттік мерекесімен шын жүректен құттықтап, сіздерге мықты денсаулық. Болашақтарыңыз зор, ашық, аспандарыңыз ашық болсын. Барлық қойылған мақсаттарға жете беріңіздер. Мерекеңізбен.